Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Құрсаудағы қыз сериалындағы кейіпкеріміз Налян туралы болмақ. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сонымен кейіпкеріміз Налян қандай адам? Құрсаудағы қыз сериалы психолог Гүлсерен ханым арқылы баяндалады. Сериалдың басталуына себебі ол Гүлсерен ханымға екі жұптың бірге келуі. Ол екі жұп Хайри мен Налян болатын. Хайри деген түр әлпеті келбетті жігіт болатын. Ал Хайридің қасында сұлу әп-әдемі ханшайым боп жылап келген Налян болатын. Психологқа келген кезде Налян ішке кіруден бас тартады. Бірінші болып ішке Хайри кіреді. Хайри оқиғаның барлығын басынан аяқ бастап айта бастайды. Хайри психолог ханымға оқиғаны былай баяндайды. Налян екеуінің жүргеніне 7 жыл болады. 7 жыл жүргендіктен оған деген сезімі суый бастағанын. Налян оның бастығының әйелі екенін, ол сол жерде жалдамалы шофер болып жұмыс істегенін айтады. Хайри психологқа басқа қызға ғашық болғанын және Налянды тастайтынын айтады. Бірақ Налян оны өз-өзін өлтірем деп, өз-өзіме қол жұмсайым деп қорқытқанын айтады. Хайри қара теңізден келген қызды жақсы көріп қалғанын айтады. Ол күшті, керемет, Налян сияқты тұйық емес еді, ашық, жарқын болатын деп түсіндіреді психолог ханымға. Бір кезде психолог ханымға Налянның өзі жылап кіреді, ал Хайри сыртқа шығып кетеді. Налян жылап өз оқиғасын баяндай бастайды. Осыдан кейін Хайри мен Налян психолог ханымға жеке-жеке кіретін болып шешеді. Налян психолог ханымға Хайрисіз өмір сүре алмайтынын, одан өмірін елестете алмайтынын айтады. Барлығын жылап, егжей-жегей түсіндіреді. Ал психолог ханым оны сабасына келтіру үшін дәрі жазып береді. Бір аптадан кейін тағы да Налян психолог ханымға келеді. Ол психолог ханымның жазып берген дәрісінің арқасында өзін сабырлы, жақсы сезім жүргенін айтады. Бірақ сонда да Хайридің басқа адамы бар екеніне сенгісі келмейді. Ал Хайри болса өз-өзін ақтап, әлекім мас болдым, олар маған тұзақ құрды, жігіті бар әйелмен қарым-қатынас құрдың деп, оның ағалары мені күштеп үйлендірмекші. Сол үшін мен Налянды тастауым керек дейді. Екеуінің психологқа баратын күндері екі түрлі болғандықтан, психолог ханым Хайридің жағдайына еніп көрмекші болады. Неге ол әп-әдемі ханшайым қызды тастап, еркек шора қызға барғысы келетін түсінгісі келеді. Келесі келгенде психолог ханым Хайриге басқаша сұрақтар қоя бастайды. Сол кезде Хайридің Наляннан және сүйіктісінен басқа оның әйелі бар екені анықталады. Оның қыздары және Түркан ата әйелі бар екенін біледі. Хайри өзінің істеп жүрген қылықтарын дұрыс деп санайды. Ол еркек атаулыға тән нәрсе дейді, ал әйел адамға олай жасауға болмайды дейді. Психолог ханым Хайриге өзінің балалық шағын айт деп айтады. Хайри өзінің балалық шағын айта бастайды. 5 немесе 6 жасында Хайридің анасы дүниеден озады, ал әкесі екінші мәрте үйленеді. Екінші әйелінен бауырлары болады, ағасы және қарындастары. Оның өгей анасы тым қатал емес еді, бірақ дүниеге жаңа сәбилер келгендіктен Хайриге уақыт тапшы болатын еді. Сондықтан Хайри өзін жалғыз сезінетін, ал оның жалғыз бауыры ретінде оның үлкен ағасы болатын. Сол үлкен ағасын ғана ол жақсы көретін. Өкінішке орай ол ағасы трактордың астына түсіп мерт болады. Осы жағдайлардан кейін Хайри өзінің жалғыз қалып қоян ба деген қорқыныштың жеңе білмегендіктен осындай қадамдарға барғанын айтады. Хайри өзін Налян сияқты ханшайым қыздың жақсы көріп қалғанын әлі де сезіне алмағандықтан, ол өзімен бірге 7 жыл уақытын өткізгенін айтады. Ал қазір ол арақатынас суып, өзінің жаңа сүйіктісіне бет ауғанын айтып түсіндіреді. Психолог ханым келесі сеанста Налянның балалық шағын сұрай бастайды. Ал Налян болса өзінің балалық шағында ешқандай мейірім көрмей өскенін және күйеуінен де ондай мейірім көрмегенін айтады. Налян тұрмысқа шыққаннан кейін де бақытсыз болғанын айтады. Бірер уақыттан кейін аяғы ауырлап сәбиінен айырылғанын, әкесінің де бірер аптадан кейін жүрегі ұстап қайтыс болғанын, сонымен қатар өзінің анасы деп айтып жүргенін Фариде ханымның әжесі болып шыққаннан кейін өте ауыр жағдайларды басынан өткізгенін айтады.
Сонымен қатар анасынан, яғни Фарида ханымнан тағы да бір шындықты естиді. Ол Фарида ханым мен Әділбейдің 40 жасқа дейін сәбилі бола алмай келіп, 40 жасқа келгенде сәбилі болғандарын айтады. Дүниеге қыз бала келеді. Қыз баланың атын Гүнеш деп қояды, бірақ сериалда оның атын Сема деп айтылған. Гүнештің балалық шағы өте керемет өтеді, еркелетеді, қалаған затын барлығын алдырта алатын керемет балалық шағы бар еді. Енді Гүнеш 13 жасқа толған кезде Фарида ханымның ағасы 22 немесе 23 жастағы жігіт үйлеріне қонақ болып келеді. Осылайша 13 жасар қыз аяғы ауыр болып шығады. Оны Фарида ханым Гүнештің іші үлкейгенін байқағаннан кейін ауруханаға барып тексертеді. Сөйтсе, Гүнештің аяғы ауыр екен. Оны өзгертуге ешкімнің шамасы келмеді, өйткені оның 7-ші айға өтіп кеткен кезең еді. Фарида ханым мен Әділбей қатты таң қалады. Осылайша дүниеге Налян келеді. Гүнештің ағзалары жас болғандықтан, Гүнеш Налянды босанған кезде-ақ мерт болады. Яғни Налян дүниеге келеді, ал анасы өмірден озады. Фарида ханым мен Әділбей Налянды ауруханадан алудан бас тартады. Ол ауруханада 1 ай жатады. 1 ай уақыт кеткеннен кейін оны балалар үйіне тапсырмақ болады. Сол кезде Әділбейдің әпкесі кеп араласады, бірақ бұл сериалда көрсетілмеген. Баланы мен алам деп шешкен кезде Әділбей Фарида ханымды көндіріп, баланы екеуі барып қайтадан алып кетеді. Осылайша Налянның азапты күндері басталады. Ол ешқандай да мейірім, шапағат көрмей өседі. Мейірімді тек анда-санда Әділбейдің әпкесінен және Хафиштен ғана көретін еді. Фарида ханым Налянға өте қатал еді, өйткені ол анасының қателігін қайталай деп қорықты. Жазбада қызының өз еркімен немесе зорланған туралы айтылмаған. Жазбада ешқандай корсет туралы айтылмаған, бірақ сериалда сол корсетті кигізген. Келесі сеанста Налян психолог ханымға анасының өз-өзіне қол жұмсағанын айтады. Одан кейін ол седаттан ешқандай қолдау көрмегенін, өзімен өзі жалғыз қалғанын айтады. Сол кезде оның қасынан табыла білген Хайри еді. Ол Хайриді бағалап, оған деген сөздерін, сезімдерін айта білді. Ол Хайриді қатты жақсы көрген еді. Ал қазір Хайри Налянды тастап кетсе, Налян өз-өзіне қол жұмсарын немесе басқа да жағдай болатын сезетін еді. Психолог ханымның айтуы бойынша Налян сурет салуды қолға алады. Ол таңдаған мұғалім үйден шыққан кезде міндетті түрде терезеден біраз қарап тұратын еді. Налян ол жағдайды көріп қорқа бастады. Ендігі сеанс Хайридің кезегі еді. Ол психолог ханымға келіп, өзінің жолықтырған қызы туралы айта бастайды. Ол Түркамен ажырасуын талап етеді және қорқынышты жағдайларды айтып, оны қорқытады екен. Сол үшін оған Налянды айтпайды екен. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Налян көзі ағып, жылап тұрып психолог ханымға келеді. Яғни Хайридің өлімі туралы айта бастайды. Оның жолықтырған сүйіктісі өзінің үйінің алдында Хайридің жүрек тұсына пышақпен сұғып, сол жерде мерт болғанын айтады. Өлер алдында Хайри Налянға хабарласып, ол сол өмірінің ішіндегі ең әдемі сәттерінің бірі және қатты ғашық болған адам бірі Налян болғанын айтады. Өкінішке орай осымен Хайри көз жұмады. Налян Хайридің жаназасына тығылып барады, өйткені оны ешкім танымайтын еді, білмейтін еді. Заңды түрде оның әйелі Түркан болатын. Ары қарай Налян өмірін Хайридің қыздарына және Түрканға арнады. Барлығы бірігіп өмір сүре бастады. Түркан да Налянның Хайридің өміріндегі ең бақытты сәттерінің бірі деп білді. Хайридің өлімнен кейін Налян өз-өзін қолға алды және психологқа баруын тоқтатпады. Және психологқа барған кезде суретші мұғалімнің өзінің әкесі екен және осы уақытқа дейін Германияда өмір сүріп келгенін айтады. Суретші мұғалім Налянға оның анасының қатты жақсы көргенін, сонымен ғана бақытты болғанын айтады және оқсаққа дейін Налянға хаттар жазып келгенін айтты. Налян енді барлығын өз қолына алып архитектор болады. Өз-өзіне қарап, әдемі көйлектер, әдемі макияждар жасай бастайды. Құрсаудағы қыз сериалындағы Налян кейіпкеріміздің өмірі осылай болды. Бастапқыда
ата-әжесінің анасы емес екенін білді. Өзінің анасы 13 жасында өзін босанған кезде қайтыс болғанын білді. Әкесінің суретші екенін және Германияда тұратынын білді. Хайри өзін тастап кетіп, өлім құшқанын білді. Осындай ауыр жағдайларын барлығын басына өткізген Налян өз-өзіне қарап, өз-өзін қолға алып, архитектор болып жұмысын жалғастырады.